қазақтың тілін мемлекет тілі жасаған кезінде. Осыдан 30 жыл бұрын мына мен ауруханада жатыр едім, министрлер кеңесінің ауруханасында. Сол кезде маған Мұхтар Айтқазинов деген сол кездегі аурухананың бастығы маған келді, көңіл сұрап келді. Содан кейін оған айттым, ертең 22 сентябрьде мына мемлекеттік тіл қаралады. Егер мен бармасам, орыстың тілі мемлекеттік тіл болып кетеді. Деп едім, ана кісі ойбай, қалай болмаған сіз барыңыз бұғай деп, сөйтіп өзінің дәрігерін қосып берді қалыма. Содан кейін өзінің машинасын берді, көлігін берді, автокөлігін берді. Сөйтіп мен алғашқылардың бірі болып сөйледім. Тек қана қазақ тілі мемлекет тілі болу керек дедім. Қазақ тілі мемлекет. Ал енді осыны деп осыны талап қойдым. Содан кейін өзі бізде дайындалып қойған екен барлығы. Жиналысты басқарып отырған адам айтты, жоқ, орыс тілі мемлекет тілі болу керек деген ұсыныстар түсіп жатыр. Екі тіл бірдей, орыс қазақ тілі мемлекет тілі болу керек деген ұсыныстар түсіп. Соны дауысқа саламын деді. Дауысқа салып жүргенде өтті де кетті. Мен жағында 27 ғана дауыс қалды. Сол кезде денем діріліп кетті. Шала қазақтардың бәрі бірін-бірі құшақтап сүйісіп жатыр. Құдай беріп қалды, қазақша өремаймыз деп. Сол кезде мен қайтадан мінбеге қарай жүгірдім. Қайда бара жатыр? Тоқтатыңдар анау деп айқайлап жатыр шала қазақтар. Сол кезде мен тыңдамадым, барып мінбеге барып айқайладым. Мұна бізді бүкіл халық тыңдайды, бүкіл елді көтереміз, мұның аяғы екінші желтоқсанға құласады дедім. Сол кезде Назарбаев, ана өтіп кетті ғой, Назарбаев айтты, жолдастар, мұны Шахановтың ұсынысын қайтадан дауысқа салайық деді. Дауысқа салып жүрді, өзі бірінші қол көтерді. Сөйтіп менің жындылығымның арқасында қазақтың тілі мемлекет тілі болып қалды.